ДНК репарациясы. ДНК адам организмінің әрбір жеке клеткасында күніне мыңдаған рет зақымдануға ұшырап отырады. Бұны организмді құрайтын клеткалар санына көбейтіңіз. Триллионға жуық. Нәтижесінде ДНК-ның күніне жасайтын қателіктері шамадан тыс көп. ДНК бізге белгілі, ол адам организміне өте қажетті белок синтезі процесін анықтайтын болғандықтан, оның зақымдануы обыр секілді өте ауыр жағдайларға алып келуі мүмкін. Қателіктер әртүрлі болады. Кейде ДНК-ны құрайтын нуклеотидтер зақымданады. Нуклеотид ол бізге белгілі. Бескөміртекті қанттан, азоттық негіздерден және фосфор қышқылының қалдығынан тұрады. Ал егер фосфор қышқылының қалдығы болмаса, онда бұл нуклеозид деген атауға ие болады. ДНК-ның нуклеотидтері зақымдануға ұшырауы мүмкін. Кей жағдайда нуклеотидтер бір-бірімен дұрыс байланыспауы мүмкін. Нәтижесінде мутация пайда болады. Ал ДНК-ның бір немесе екі жіпшесінде қандай да бір үзіліс болса, онда ол репликацияға әсер етеді, немесе ДНК-ның аймақтары бір-бірімен араласып кетеді. Негізінде көп жағдайда біздің клеткалар осы аталған мәселелерді қалай шешу қажет екендігін біледі. Мұндай қалпына келтіру реакцияларын арнайы ферменттер жүзеге асырады. Әртүрлі ферменттер зақымданудың әртүрлі типтеріне әсер етеді. Ең жиі кездесетін қателік азоттық негіздердің сәйкес келмеуі. Әрбір нуклеотидтің азоттық негізі бар. Бізге белгілі бұл аденин, гуанин, тимин және цитозин осы ДНК-ның құрамына кіретін 4 азоттық негіз. Аденин мен тимин байланысса, гуанин мен цитозин байланыса алады. ДНК репликациясы кезінде ДНК полимераза ферменті әр матрицалық тізбектегі әрбір негізге сәйкес келетін жұпты таңдайды. Бұл суретте біз ДНК полимераза ферментінің осы нуклеотидтердің жұбын таңдап жатқандығын көре аламыз. Осылайша жаңа айтып кеткеніміздей аденин тимин мен гуанин цитозинмен байланысады. Бірақ шамамен 100 000 жағдайда бір рет болсын фермент қателік жібереді. Ол көптеген қателіктерді бірден байқайды, бірнеше нуклеотидтерді кесіп, дұрыс нуклеотидтерге ауыстырады. Ал егер ол қателікті байқамай өткізіп жіберетін болса, онда оның артынан белоктардың екінші тобы келіп, оның жұмысын тексереді. Қателікті көрсе, нуклеотидті дұрыс түріне ауыстырады. Бұл байланысу қателігін жөндеу деп аталады. Бұл екі жүйе бірігіп, нуклеотидтердің байланысуында кеткен қателіктер санын азайтады. Бірақ ДНК репликациядан кейін де зақымдануы мүмкін. Көптеген молекулалар нуклеотидтердегі химиялық өзгерістердің себебі болуы мүмкін. Олардың кейбіреулері бізге қоршаған ортадан енеді. Мысал ретінде темекі түтінін айтуға болады. Ал кейбіреулері клеткамызда табиғатынан болады. Мысалы, сутегінің асқын тотығы. Кейбір химиялық реакциялар кең таралғандықтан, дәл сол қателіктерді жөндейтін арнайы мамандандырылған ферменттер пайда болған. Алайда клеткада қалпына келтіру процестері де жүріп отырады. Егер тек бір ғана негіз зақымданса, ереже бойынша оның қалпына келуіне негіздердің эксцизионды репарация процесі жауап береді. Бір фермент зақымдалған негізді алып кетеді, ал басқалары үзілген жиекті тазартып, нуклеотидті ауыстырады. Ультракүлгін сәулесі де зақымдануға ықпал ете алады. Ал оны жөндеу қиынырақ. Кейде ультракүлгіндік сәулелену нәтижесінде екі көршілес нуклеотид бірігіп қалады да ДНК-ның қос спиралін бұзады. Мұндай зақымдануды түзеу үшін күрделі процесс керек. Ол нуклеотидтердің эксцизионды репарациясы деп аталады. Белоктар тобы 24 немесе одан да көп нуклеотидтер санынан тұратын ұзын тізбекті кетіріп, оны жаңа тізбекпен ауыстырады. Жоғары жиілікті сәулелену, мысалы гамма сәулесі немесе рентген сәулесі зақымданудың басқа типін болдырады. Ол ДНК-ның бір немесе екі жіпшесінің де үзілуіне алып келеді. ДНК-ның екі жіпшесінің зақымдануы өте қауіпті болып саналады. Тіпті осындай бір қателіктің өзі клетка өліміне алып келе алады. Екі жіпшенің үзілуін ретке келтіретін ең кең таралған екі реакция бар. Ол гомологиялық рекомбинация және ұштарының гомологиялық емес байланысуы. Гомологиялық рекомбинация кезінде жөндеу процесі үшін ДНК-ға ұқсас бүтін аймақ қолданылады.
ферменттер зақымдалған және бүтін жіпшелерді біріктіріп, бір-бірімен нуклеотидтер тізбегімен ауысатындай етіп жасайды. Содан соң ДНК-ның бүтін екі жіпшесін жасап шығару үшін үзілген жерлерін толтырады. Бұл суретте гомологиялық рекомбинация анық көрсетілген. Яғни, зақымданған ДНК-ға ұқсас ДНК әкелініп, екеуін бір-біріне жалғайды, нәтижесінде олар бір-бірімен нуклеотидтерімен ауысады. Ал келесі процесс ұштарының гомологиялық емес байланысуы. Ол жаңа айтып кеткен қағидаға сүйенбейді, оның орнына белоктар тобы бірнеше нуклеотидтерді кесіп тастап, үзілген ұштарын бір-біріне жалғайды. Бұл процесс айтарлықтай нақты емес, ол гендердің араласып кетуіне әсер етуі мүмкін, бірақ ол ұқсас ДНК жоқ кезде қажет процесс болып саналады. Әрине, ДНК-дағы өзгерістерді жаман деп айтуға болмайды. Пайдалы мутациялар түрдің эволюцияға ұшырауына әсер етеді. Бірақ көп жағдайда бізге ДНК-ның өзгеріссіз қалғаны қажет. ДНК-ның қалпына келуіндегі қателіктермен қазіргі таңда ерте қартаюды және обырдың көптеген типтерін байланыстырады. Егер сіз мәңгі жас болудың көзін іздеп жүрген болсаңыз, өзіңіздің клеткаларыңызға назар аударыңыз. Олар оны күніне миллиард рет қолданады.